Көз алдыңызға елестетіңіз. Тоғанақ теңдерін артып келен қырғауылдай қызылнарлар менен бесінен екіндіден алып ақшамға қарай шағылғымдардың арасы менен еңкіп жортып желіп келе жатқан керуенді көздеріңізге елестетіңіздер. Сол ғасырлардың қойнауынан түнегінен сол керуеннің басында сыпыра жау бастаған келе жатыр біздің рухани бүкіл қазынамыз. Енді сол жаңа топырақты тегін айтып тұрған жоқпын. Мен таңғалатыным өзім жаңағы Ақселеу марқұмның сөзі бар, көктегі күнмен қазағыма мейірім қанбады деген. Сол айтқан, менің де бір мейірім қанбайтын нәрселер бар. Мен осы аядай ғана түлектеп отырған халықтың жадына, соның сақтаушылық қабілетіне, қазына сақтау қабілетіне таңғаламын. Нанбасаңыз қараңыз, тұнау боқтың 4 күнінен бастап мынау іргеңдегі Баяндүрге дейінгі аралықта біздің 6000 жылдық жер атауларын сақтап қалған ғой біздің ата-бабаларымыз көкірегінде өшірмей. Бұл жердегі мысалы Баяндүріңнен анау Еміріңнен, анау Қарқыныңнан, анау Аусарыңа дейінгі қаншама мынау Бүгежелі Бегделілерге дейінгі қаншама жер атауларына ие болған елдер, жұрттар, тайпалар жартысы Иранда, жартысы Анадолыны дені жайлап отыр. Мысалы қазір 1000 жылдықтардың жер атауларын осы жерде қалып қалған. Сондай қасиет, сондай жат бар біздің ұлтымызда. Сондай тұнау 3500-5000 жылдық архитектуралық үлгілерді біз көшірмей жердің астында жатса да, жердің үстіне көшіріп әр заман ауысқан сайын оны біресе түркілік дәуір қылып, біресе Алтын Орда, біресе Ноғайлы Қыпшақ дәуірлері қылып, Оғыздық дәуірлері қылып алып келіп, адайлық стильге алып, осы дүниенің мынау қырлардың бәрінде самсатып қойдық күмбез сағаналарда. Ал бұл бір жағынан, екінші қыры біздің ұлтымыздың бойындағы миссияның. Үшінші саз әлемі, музыка әлемі, сөз әлемі, үшінші, төртінші деп кете беретін болсақ, біздің шалдарымыздың жады сонау көне түркілік күйлерден, Науаи күйлерден, одан кейінгі Алтын Орда күйлері, Ноғайлы күйлері, кешегі кетіп бұға бастаған Найман күйлері. Бір қызығы Наймандардың өздері білмейді біздің шалдардың тартқан күйлерін. Ноғайлардың өздері білмейді біздің адайдың шалдарының тартып кеткен күйлерін. Мен Ноғайдың үлкен өнерпаздарының бәрінен сұрадым. Сендер мынаны білесіңдер ме? Мынаны білесіңдер ме? Мынаны Арыстанбек Сұлтанбекова бар, әлгі Әліби құрдасым бар. Сол сияқты қазіргі Ноғайдың жыр өнерін ұстап жүрген азаматтардан сұрадым. Ешқайсысы да білмейді. Соны сақтап жеткізіп кеткен. Одан кейінгі Қырымның 40 батыр бастаған шексіз сөз қазынасын жеткізіп кеткен. Біздің міне осындай 4 тарапымыздан 4 іргетасымыз, 4 құбыламызды түгендеп кеткен қасиетті шалдарға бас ұрмасқа, таңғалмасқа бола ма? Енді басың биік болса кім көрмейді, бәсің ауыр болса кім бағаламайды. Біздің қазіргі бір заман өлерменденіп бара жатырған, өзін шығарып, өзін көрсете беруге ұмтылатын бір заман болды. Сұқитып құзғын басын көрсете беруге құмартады. Жаңағы өліп жатқанда жаңағы бір үлкен гүлдерге оранып кеткісі келеді кебіннің орнына. Жұрттың бәрі өзіне бір махаббатпен, мейіріммен қарап тұрғанын, жылап, бозбылау болып еңіреп тұрғанын халықтың көргісі келетін сондай бір ауру пайда болды. Ол қалай өлеміз? Ата, дәреже, мансап, бақ, дәулет дегеннің бәрі де ол тіршіліктегі кебінің ғана. Ертең өлген күні шығып қалады. Ал өлмейтін нәрсе ол иманның жүректегі бірге кететін. Ол иман, сол иманға қазына жиналады. Жаңағы айтып отырған біздің осыншама ұлы қазынаны бүкіл ғасырлар бойы төгіп шашпай жеткізген, осы қазынаны бізге жеткізген қасиет ол бабаларымыздың жүрегіндегі иман еді. Ал енді содан бері міне кеше біздер көрдік, көзіміз көріп қалдық. Кеше ертең Жаңаөзенде мерекесі өтейін деп жатырған Сүгір жырау Бегендіұлының елесін көріп қалдық. Ұзақбай жырау Қазжанұлының елесін көріп қалдық бала күнімізде. Мұрат Өскінбаевтардың кеңесін тыңдадық. Оның Әлқуат Қожабергеновтей даңғайыр жырау күйшілердің қасында тізесінде отырып тыңдадық. Ең соңғы мына Қобылаштарға дейін Шыртанов ізбасарлар әкелді. Шыртанов ізбасарларда бала күнімізде көрші тұрдық. Жаңағы
кімнің Қашағанның Есқалисы, бұл мына Қашаған атамыздың қасиетті сүйегі оралып шығарылған кілем тұр міне. Осыдан